Хризантема. Айнаға ұзақ қарады. Желбіршегі бар, тізеге түсіп тұратын юбкасын кеудесіне қызыл түсті кеудешесін киді. Тал шыбықтай болмаса да, өзге көздің құрты боларлық сымбатына сұқтана қарап алып, тобықтан келмесе де белге түсетін бұрымын тарады. Өзін қызықтап болған әдемі ұзақ дайындықтан кейін далаға шықты. Бибі гүл алуға тұратын құрбы деп шешті де, жан құрбылардың бірі Бибінің туған күніне орай гүл сататын дүңгіршеге бас сұқты. Саламатсыз ба? Келіңіз көріңіз, деді. Жылдам әрі нақты сөйлей жүріп жауап берген жас шамасы әдеміден кіші сатушы қыз. Гүлдеріңіздің бағасы нешеден? Жоғарыдан бастайын ба, әлде төменнен бастап айтайын ба? Әдемі әр түрлі жайқалған жасампаз гүлдерге қарап шықты да, төменнен, деді. Сатушы қыз төменгі қатарда тізіліп тұрған гүлдерді нұсқап, мына гүлдер 500-ден деді. Әдемі іштей қалтасындағы ақшасын есептеп үлгерді. Бәлкім бұдан арзан жоқ шығар. Сатушы енді екінші сатыдағы әдемі әр үлкен жақсы әсерленіп сәнденгендерін көрсете бастады. Мыналар 1000, ал мыналар 1500, 2000 деді тақылдап. Бірінен соң бірін саусақтармен саралай. Әдемінің көзі шелекте тұрған бір құшақ қоңыр гүлге түсті. Ол сұрап та үлгермеді. Сатушы қыз, бұлар 600 теңге, ал мына гүлдің бір талы 400 теңге. Сатушы қыз көрсеткен гүлдердің бағасын ағанмен жалбыр-жалбыр жапырақтары көзге оғаш екен. Ал мына гүлді қазір ғана әкелді, свежий букеттен гөрі осы дұрыс қой, маған біреу сыйласа ғой деп армандап отырғанмын. Меніңше осы гүлді алыңыз, нағыз қазіргі уақытта сыйлайтын гүл. Сатушы қыз еш гүлдің атын атамастан мына гүлдің бағасын деп таныстырды. Я деп жауап қатқанмен әдемі ойланып қалды. Өзінің туған күнінде достары букет гүл сыйлаған еді. Мына букетше, деді, әлі де нақты шешім қабылдай алмай. Мына букетше, деді, әлі де нақты шешім қабылдай алмай. Бұл 600 теңге, қасындағы 2000 деп сатушы қыз есіне жауап берді. 2000 теңгелік гүлдің әр талына жеке-жеке сұқтана қарап, санап шықты да, 18 тал екен, деді. Бұл сатылып қойған, бүгін иесі келіп алып кетеді. Қалай? Кеше заказ берген қызының туған күн екен. Сатушы қыз қулана күлді де. Маған букеттер ұнамайды. Мына гүлді айтам да, қандай әдемі. Осындай гүлді маған біреу сыйласа ғой деп отырғанымда сіз кіріп келдіңіз. Әдемі өзінен өзін қайтыстанып кетті. Дәл біреу сыйласа деп айтқаннан әсер етті ме, әлде сол тұста кіріп келгеніне ме, тағы да бұның көңілінен жалбыр-жалбыр ақ гүлге бөле берген соң, оған да үңіліп қарады. Бұлай әдемі сияқты, деді ішінен. Сатушы қыз қылқылдап, аласыз ба деп сұрады. Әдемі көп әуірленген мият шығар, жарайды. Алсам ала салайыншы деп іштей шешті. Аламын, деді. Содан сол-ақ екен, сатушы қыздың қимылы жылдамдап шелектегі қаптаған гүлдің ең шеткісін алды да салафан қағазға орай бастады. Гүлдің аты қалай деп аталады? Деп сабақ қисықтау біткен гүлдің көзін алмай тұрып сұрақ қойған әдемі. Сабағын түзуін ауыстырыңызшы деп өтінгісі келген, бірақ не екенін айта алмады. Хризантема, сізге. Әдемі біраз бөгелді де, маған біреу сыйласа деп отырмын деген сатушының сөз есіне түсіп, жігітіңіз бар ма? Деді. Жоқ. Бірден жауап қайтарған қыз әдеміге әлденеден қорыққандай қарады. Сізге ылғи да гүл сыйлайтын жігіт жолықсын. Не айтады екен десем, рахмет сізге. Гүл сатқаныңызға көп болды ма? Бірақ, көп болған жоқ. Басында гвоздика мен розаны ғана білетінмін, қазір гүлдің неше түрін жаттадым. Әдемінің көз алдына қызғалдағы қаптап жайқалып өсетін жалаудағы жота түсіп кетті. Бір-бірімен таласып жүріп, бір құшақ гүлді қалай тергендерін білмей таңдана қайтысатын кездер еді ғой. Айтпақшы, голландық роза көрінбейді ғой. Голландский роза бола ма екен, тек мына розалар ғана. Сатушының бұл жауабы әдемі үшін қызық жауап. Ол үндеген жоқ. Солғын тартқан розаның түріне қарап, жаны бір түрлі ашып кетті. Бағана ғана өзі қызыққан қызғалдақ гүлдей бүрісіп өлу ұята қалған. Бейшара қалын көрді, сезді де демін ішіне тартып күрсінді. Гүлдер де еркіндікті өздері жайқалып өсіп тұрған алқапты кең даланы аңсап тұрған болар. Аялдамада автобус күтіп тұрып, гүл сататын дүңгіршектен көзін алмады. Бір нәрсені қиғаштап отырған сатушы қыз бұған назар аудармады. Қоңыздай теңкиген маршруттың алдындағы қатарда бір орын бос екен. Әдемі соған жайғасты. Оның қарсы алдында отырған жігіт аяғын таптап өтіп, аялдамадан түсіп кетті. Гүлдің басын төмен қаратып, аяғын орындықтың астына тақады. Тағы да біреу мұжып кетпесін дегені. Бұрышқа жайғасқан орыстың шалы бұған сұқтанып қарай берді. Енді кірген жолаушы жігітте бұған көз қиығын қадап қояды. Іштей әдемінің жан дүниесі арпалысқа түсті. Көшеде сан көліктер тізбегі жылжуда. Басқа қайда қарады білмеген қыз жанарын терезеден алған жоқ. Қасындағы әйел орнынан көтерілгенде әдемінің бұрыштағы орынға жылжығаны сол, қолындағы гүлдің басы жерге түсіп қалды. Автобус ішіндегі адамдардың бәрі әдеміге бір гүлдің басына бір қарайды. Әдемі болса қызарып барады. Басында не істерін білмей жалтақтап қалды да, артынан есін лезде жинап жердегі гүлдің басын алды да, қолында қалған құрсабағына әдемілеп басын қадады. Іштей оңбағандары гүлдің басын қадап қойыпты, деп ашуланды. Қарысып отырған шал. Хорошо, что не продали, деді.
Тағы біреудің всех халтурщики дегенін естіп қалды. Не күлерін, не жыларын білмеген. Әдемі одан әрі терезеге телміргендей болды. Түрегеп тұрған қыз бен жігіттің мырс еткен мысқыл күлкілерінен әдемінің жыны келді. Не істеуге болады? Гүлді тігінен ұстаған күй отыр. Ол қолындағы гүлге де тура қарай алмайды. Осынша ыңғайсызға қалдырған сатушы қызға да реніші қаншалықты екенін өзі сараптай алмады. Бәлкім келесі аялдамада түсіп қалса ма? Жоқ, неде болса отырайын деп ойлады. Ақыры соңғы аялдамаға дейін барды. Қолына қисап кеткен гүлдің басын сүйін десе, жан-жағында адамдар тұр. Ол гүлдің басын ақырын ұстатта итеріп еді, ақ гүлдің ортасынан ағаштың басы шығып кетті. Осы кезде де оның қатты күлкі қысты. Қарқылдап тұрып күлкісі келді. Ернін тістелеп іштей болар-болмас қиналып күлді де, басы шығып, масқара болмасам нетті. Тура гүлді сыйлар кезде бас түсіп қалса ше? Әлде гүл сыйламай қойсам бекен? Басқасын сатып алғанға ақша жоқ. Қой артық деп ойлады. Автобустың гүрілдеген дауысы анық естіліп, жолаушылардың көбі ауыр ойға еніп еді. Енді Таттико құшағына еніп, қалғып салон ішінде тыныштық орнады. Әдемінің кафенің алдында барлық құрбылар күтіп алды. Туған күніңмен. Екі дос екі мәрте құшақтасты. Ол бибінің құлағына гүлді бермес бұрын, өтінемін, гүлді төгісташы деді. Жарайды. Әйтеуір гүлді есіне табыстады. Өздері 5 құрбы еді. Клара, Сәуле, Жамал, Бибі. Бәрі әдемі, ақылды қыздар. Қыздар арасында би қызып кетті. Жігіттер қайда? Қазір келеді. Сәуле Казикпен келіпті дегенімен жігіті бар ғой. Бибі әлі бойдақ, жігіттерін қайда? Қазір келеді. Клара қыздарға бейжай ғана қарап. Маған лично біреу келеді. Қасында, по-моему, 3 жігіт бар екен. Жігіттер келді. Клара болса өзіне деген жігітке көңіл толмай жүр. Ол қара костюм, шалбар киген, галстук таққан жасы 22 шамасындағы өте жуас жігіт екен. Әдемі көңілсіз отырған Бибіні биге шақырды. Қалай, не жаңалық деді. Әдемі Бибіні сөзге тартып. Маған жақсы дәрігер қажет. Неге, ауырып жүрсің бе? Жоқ, енді гинекологқа қаралу қажет. Бір нәрсе жұқтырдым-ау деймін. Кібіртектеп жауап берген Бибіге әдемі әңгімелерінен кейін көп қарайлады. Бибінің жолдасынан ажырасқанда 2 жыл. Кейде сенгіш Бибі еркек кіндіктінің өтірік сөзіне сеніп қалатынын, сезімге алданатыны бар. Оның жанарындағы мұңды байқаған сайын бұрышта вазада тұрған хризантемаға көз түсе берді. Барлық жанарларға қарап еді, мәз, көңілді екен. Бір түрлі жылағысы келді. Өзінің жалғыздығына, құрбыларының да жалғыздығына, кешегі жан құрбылар деп атап есептейтін достардың арасы жай таныстыққа айналып бара жатқандай. Тазалық, адалдық сынды қасиеттердің орнын қызғаныш көре алмаушылық сияқты сезімдер ауыстырып, пендешілік деген сұмпай қасиеттің орынсыз орталарына түскеннен алды. Бір уақыт кіршіксіз ғана шақтарын есіне түсті. Өз сабағы көргенде қарқылдап тұрып күлгісі келіп еді, енді мұң баса берді. Жылағысы келді, көзін жасын бұлағысы келді. Жігіттер мен қыздар вальс билей бастады. Самал есімді құрбысы бұны биге шақырды. Әдемі бұл құрбысының да тым өзінен алыс екенін бағымдады, байқады. Бірін-бірі көрген кезде жайнан қағатын жанарлар да өзгерген. Әдемі көз жасына ерік берді де жылады. Екеуі оңаша дәретханаға кірді. Көз жасын сүртті. Самал әдемінің не деп жұбатарын білмеді. Қой жылама, басқа не десін? Әдемінің көкейінде әлде болса батпандай нәрсе батып жатқаны бар. Оның жылауы да жұбануы да тез. Әлде табиғат оған мұң басып жүруді сылаған ба? Клара, жігітімді сағынып кеттім деді. Әдемі, мен тойларыңа кигенге көйлек көрдім. Ұзын етектісін алайын ба, әлде қысқасын алайын ба? Сенімен ақылдасайын дегенмін. Шымкент қой, ұзын дұрыс. Самал сөзге қосып, не қылады екен қысқа кисе деді. Клара көңілсіз үнмен, биыл үйленбейтін сияқтымыз. Неге? Қойшы қайдағын айтпай. Самал аузын түштете сөйледі. Рас. Самал әлі айлығын алмапты, жұмысы белгісіз. Астанада тіпті қиын ғой, ертең қайтып күн көреміз. Әдемі, қызықсың, бәрі бірден болмайды ғой, Алла өзі реттейді, ең басы екеуің бірге болсаңдар болды емес пе? Самал да өзінің ақылын қосты. Сен қызықсың, расымен екеуің бірге болғанда бәрі орнымен келеді ғой. Үшеуінің әңгімесін Клараның үйленемін деген шешумен аяқталды. Ол ойын Клара былай қорытты. Дұрыс, сен онда көйлек ала бер. Мына юбкаң мен кофтаң өзіңе жақсы жарасып-ақ тұр. Қуршақ сияқтысың деді. Құрбыларымен болған сөз соңы көңіліне жақындаған сездіріп, қыздар әдемінің үстіндегі жаңа киімнің бағасын қайдан алғандығын сұрастырып талқылады. Тағы вальс. Бибінің сіңлісі әдемше келген қараторы қызбен Клараның інісі бұларды кәрілер деп масақтады. Кәрілер билемейсіңдер ме? Клара, қымбатты қарындас, сізді биге шақырса бола ма деп қолын созды. Әдемі, әрине деп қолын берді. Неге екенін қайдам, осы қыз бір-бірін еркелеп, бірінен бір жылап алатын. Әдемі көзіне тағы да ерік берді. Бұл жолы жаласы еркектен, досқа тиген наздан туды. Еркелеп тұрып жыласаң жылап ала ғой. Өксіп жылаған оның көз жасына даладағы жаңа жауа бастаған ақ жауының тамшы жыласты. Далаға шақ жүр деген Клара әдемінің қалқалаған күйі екеуі далаға шықты. Беті басы қызалы, қып-қызыл болып ісіп кеткен әдемінің жылағанын бәріне аян болды. Казик әдеміге ыржақтап, ой жылаған қайттым ғой сендерге, аш ішіңдер деп. Сонда түкте болмайды.
әр нәрседен жалғандықтың иіс шығып тұрды. Тіпті жаңа жауған жауыннан кейінгі даладан да жауып кеткен ақ жауыннан да. Не болды? Онымен жатып қойдың ба не? Әдемі мырс етіп күліп жіберді де басын шайқады. Қандай таяз ой еді. Оған жылағанның себебін қалай түсіндіреді? Не айтсын? Оны сүйетін сияқтымын, біресе сүймейтін. Ол отыра қалды да бетін басты. Клара, ол болмайтын нәрсе, ұмыт. Әдемі дүниеде адам жанынан жалғыз нәрсені көре алмады. Ол тіпті де басқалай ойлап кетті. Неге? Тіпті өз-өзімді түсінбеймін. Оны сүйем деп келіп сүймегенім сезіну Анна Карининаның мұңымен тең сияқты ма? Ал енді сүймеймін деп тұрып сағынуым не? Дастархан басында әдемі тілектер айтылды, бірақ бәрібір бұрынғыдай әсерлі жарқырай шықпады. Бәрі өтірік әңгіме, өтірік күлкіні ғана ермей кетуде. Әдемі базарда тұрған гүлге қарады да, әлгі ойдан арылып, әдемі таза да нәзік түрлі сипаттағы жаратылыстан ғажайып сиялғандай болды. Олардың арасында тұрған хризантеманың басы орнында екен, бірақ гүлдерге мән беріп жатқан ешкім жоқ. Қайтар кезде оңай қоштасқан достар қатты шаршаған еді. Бағана ғана апыр-топыр билеген олардың қарқыны бәсеңдеп, бейжай қоштасуда. Зухра есінеп ертең жұмыс деді. Ерлі-зайыпты екеуі енді ғана қоссақ екендіктерін растап бірге қайтты. Екеуі бір-біріне ұқсайды екен ғой, қалай байқамағанмын деп ойлады әдемі. Бимнің шошақай сіңлісі гүлдерді ұстаған күйі буланы қуалап жүр. Бірде қуып жетті де, бір уыс гүлмен оны төмпеште ұрып еді, хризантеманың басы түсті де қалды. Гүлдің басы түсіп қалды. Ол айқайлап жіберді. Енді қайтқалы тұрған топ жалт қарады. Әдемнің жүрегі бір сұмдық болып құласып кетті. Кім әкелсе де